сан есім, мәтіннен сан есімді табамын, мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырамын. 23-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Сәлем Азат, сәлем Самал. Азат, сен қаламызда салынған метроны көрдің бе? Иә, көрдім. Маған метро ұнайды. Метро 11 бекеттен тұрады екен. Оның 5-еуі тереңде орналасқан. Пойыздар әр 7 минут сайын жүреді. Пойыздың іші таза, әрі жайлы. Рахмет, Азат, мені қызықтырып қойдың. Міндетті түрде барып көремін. Балалар, ендеше метро туралы шағын бейнебаян көріп алыңдар. Көрермен, біз бүгінгі таңғы репортажды 40 метр тереңдікте орналасқан жер асты жолы Алматы метрополитенінде өткіземіз. 2011 жылы ашылған метрода бар жоғы 6 бекет болса, бүгінде олардың саны 9-ға жетті. Ал біз бүгінгі таңғы саяхатымызды Абай бекетінен бастаймыз. Біз қазір Абай станциясында орналасқан Алматы метрополитеніндегі ең ұзын эскалатормен төмен түсудеміз. Бұл баспалақтың ұзындығы 48 метр, ал Абай станциясының өзі жер астында тұтастай 78 метр тереңдікте орналасқан. Жер асты жолының ішін әрлеген сәнгерлер әр аялдаманы атауына байланысты безендіруге тырысқан. Бірінде қазақтың тарихы мен болмысынан сыр шертетін композициялық суреттер қабырғаға бедерленсе, келесі бекет атауына байланысты тек қана қанық түстермен шектелген. Атап айтқанда, Абай бекетінде ұлы ақынның 5 метрлік портреті жолаушыларға қарап тұрса, Мәскеу және Байқоңыр станциялары көк және қызыл түске боялған. Қыста жылы қоғамдық көлік кімге де болса жайлы. Діттеген жерге кептелісі санаулы уақыт аралығында жеткізетін транспорт сұранысқа ие. Күніне шамамен 45 мың жолаушыны тасымалдайтын метро таңғы сағат 6:30-дан түнгі сағат 11:00-ге дейін үзіліссіз жұмыс істеп тұр. Метро қызметкерлерінің айтуынша таңғы сағат 8 пен 9 аралығы, түскі сағат 1-де және кешкі сағат 6-ға дейін. Басынан екінші басына дейін, яғни Райымбек бекеті мен Мәскеу бекетінің аралығын бар жоғы 21 минуттың ішінде өткеретін шаһарымыздағы метроның таңғы тыныс-тіршілігімен таныстырғанмен Толғанай Талғатқызы, Айдын Өнербаев, арнайы Күліп Оян Алматы бағдарламасы үшін. Балалар, сендер жаңа метро туралы шағын бейнефильм көрдіңдер. Сендерге ұнады ма? Балалар, енді мәтін бойынша, мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Екінші, мәтіннен сан есімдерді тауып, оларға сұрақ қой. Мәтін мазмұны бойынша бірінші сұрақ: метро неше бекеттен тұрады екен? Екінші сұрақ: оның нешеуі тереңде орналасқан? Осы сұрақтарға сан есім арқылы жауап беріңдер. Енді мәтіннен сан есімдерді тауып алайық. 11, 7 неше деген сұраққа жауап беріп тұр. Және 5-еуі нешеуі деген сұрақтарға жауап беріп тұр екен. 24-ші жаттығу. Өлеңнің алғашқы 4 жолын көшіріп жаз. Сан есімдердің астынсыз. Өлең саған ұнай ма? Өлеңдегі сұрақтың жауабын тап. Бір топ бала тоғаннан 15 балық ұстадық. Бөліскенде оларды әркімге тиді 3 балық. Сынайын бір ал сені, бала саны қанша еді? Балалар неше балық ұстады? 15 балық. 15 балықты 3-тен бөліп алды. Сонда неше бала саны? 15-ті 3-ке бөлсек 5 екен. Бала саны 5-еу. Сан есімдер 15, 3 және соңғы 5-еу. 15 бізде күрделі сан есім, 3 дара сан есім, 5-еу нешеу деген сұраққа жауап беріп, дара сан есім болып тұр. 25-ші жаттығу. Сенің туған өлкеңде не бар? Дәптерге жазғанда сол барларының тұсына қосу белгісін қой. Не жоқ, оның тұсына азайту белгісін қой. Жоқтарын өзің қосып толықтыр. Балалар, бізде осының барлығы да бар, өзен, көл, тау, орман, жазық дала, зауыт, метро, стадион, мұражай, субұрқақ, кітапхана және өзіміздің қосатынымыз мектеп, фабрика, егістік, бау-бақшаны қосып жазуға болады екен. 27-ші жаттығу. Ребусты шешуіндегі сөзді қатыстырып сөйлем құрап жаз. Балалар, біз сан есімнен қандай цифрды көріп тұрмыз? 1 және қазан деген екінші суретті көріп тұрмыз. Енді егерде екеуін біріктіретін болсақ, бір қазан деген сөз шықты. Бір қазан деген құс, яғни құс туралы шағын мәлімет алайық. Бір қазанға сөйлем құрастырайық.
бір қазан үлкен әрі әдемі құс. 26-шы жаттығу. Саған алыстан бір қонақ келді дейік. Сен оған туған өлкенің қай жерлерін көрсетер едің? Ал оның туған өлкесі туралы не білгің келеді? Осындай сұрақтар арқылы бір-біріңе сұхбаттасыңдар. Балалар, диалог ретінде бір-біріңе сұрақ қойып, өзіміздің туған өлкеміздің кең байтақ жеріміз туралы жұптасып әңгімелесіңдер. Қазақстан табиғаты өте керемет. Аспанмен таласқан биік таулар, жан-жануарлардың жүгіріп жүргені, құстар, жәндіктер, сарқырап ағып жатқан өзен-көлдерді. Оңтүстік жақтарда ыстық болса, солтүстік жақтарда жаңбырымен, бораны, аязымен ерекшеленеді. Биік таулардың мәңгі басында қар жатқаны және саяхатшылардың осындай әсем табиғатта, әсем өлкемізде саяхаттап жүргені. Мінекей осындай еліміздің табиғаты өте керемет. Биікте самғаған қыран құсты байқаймыз. Сонымен қатар осындай өзен мен көлдерде адамдардың таза ауада дем алып, тамашалап, таза ауасын жұтып, мінекей осындай ерекшеленеді. Сонымен қатар балалар, сарқыраған таудан аққан әдемі өзенді тамашалауға болады. Туған өлкемізде сонымен қатар бау-бақша, егістік, әдемі ғимараттар, театрлар, мұражайлар, көптеген ескерткіштерді байқауға болады. Өтебай Тұрманжановтың мына өлеңімен аяқтайық. Көгінде күн нұрын төккен, жерінде гүл жұпар тепкен, неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем.